Саулықтарыңыз тілеймін, қазақ елі. Сіздермен бір мәселемен тағы да ой бөліскім келеді. Жалпы елдің рухын көтерер, ұлттық идеологияны орнықтырар бұл қазақи салттық сана. Бұл деген сөз бабамыздан келе жатқан боямасы жоқ біздің табиғи ерекшелігіміз. Яғни бұл қазақты қазақ етіп тұрған бізді артықшылықтарымыз деуге болады. Ал енді осыдан бас тарту бұл үлкен қателікке орнықтырады. Тура бір анасының қамқорлығын түсіне алмай үйінен безген, кейін сол жылылықты аңсаған бір жас баланың әрекеті сияқты дүние. Әрине, күшіміз бар кезде өзге ұлттың артықшылығын қабылдап жатамыз, оны айнытпай қайталап жатамыз. Бірақ адамның күші азая бастаған кезде табиғи, яғни қанда бар ерекшелік бой көтереді. Табиғат қалап тұрғасын, оны өзгерткің келеді, яғни өзің табиғатыңа барғың келеді, өкініш өзегіңді келмейді, бірақ ол кезде әлің келмейді. Себебі уақыт тұлғар аялдамайды. Бір азаматты білем, орыс қызына үйленген, балалы шағалы болып, балалары үлкейген кезде ондағы кейбір оғаштау, ерсі мінездерді көрген кезде ұрпағының таза қанды қазақ болмағанына қатты өкінген. Бірақ кеш. Қараңызшы, қазақта қандай керемет артықшылықтар бар. Қыздарын қадірлі қонағындай күтеді. Себебі өзге шаңыраққа кететінін мойындайды. Ұлына жігер беріп сеніммен тәрбиелейді. Өйткені отанның тірегі болғанын қалайды. Келініне илдіріп сәлем салғызады. Өйткені келешек бақыт үшін дуалы ауыз қариялардан бат алсын деп. Қазағым, айналайын алашым-ай, көш түзеп келешекке барасың-ай, ел болып жоқ іздейтін күнім туды, айта жүр балаңыздың баласын-ай. Автор есімде жоқ, осы өлеңді есіме түссе, тура бір бүгінгі айтылғандай. Бір нәрсе анық. Қазақты қазақ қыл, оның жолын ашатын тек қазақ елі ерекшелігі ғана. Әрине, заманға сай артықшылықтарын қабылдау арқылы жүзеге асыруға болады. Осы бір оймен сіздермен бөліскім келді. Сіз қалай ойлайсыз деген менде пікір бар. Сіз де пікіріңізді білдіріп отырсаңыз. Рахмет, аман болыңыз.